Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дара және күрделі етістік тақырыбын жалғастыратын боламыз. Біз бүгін 41-46 жаттығуларды қарастырамыз. Бұл бізде 113 сабақ қазақ тілі пәні 2 сынып. Кәне бірге видеоны соңына дейін тамашалайық. Алдымен 41 жаттығу. Бұл жерде мәтінді түсініп оқы дейді. Бірінші мәтінді оқып алайық. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын, жерде жүремін, суда жүземін, ауаға ұшамын, мендей құс бар ма екен дейді. Мұны әтеш естіп, оған: бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың, әр істі жаман білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе, деді. Бұл әңгімені жазған Спандияр Көбеев екен. Енді қараңдар, мәтіндегі негізгі ойды анықта. Сендерге мәтін кейінгі кезде мәтін көп беріліп жүр, байқайсыңдар ма балалар? Бізге көбінесе мәтіннің негізгі мазмұнын анықта, негізгі ойды анықта деп көп тапсырмалар береді. Енді бұл жерде қандай негізгі ой деп ойлайсыңдар? Бұл жерде негізгі ой мақтаншақ болмау, яғни мысалы қаз мақтанып тұр ғой: мен деген керемет, мен жерде де жүремін, суда да жүземін, ауада да ұша аламын, мен бәрін жасай аламын деп мақтанып тұр. Оған әтеш айтады: сен ондай барлығын білем деп мақтана бергенше, бір ғана істі біл, бірақ сол ісіңді жақсы жаса, жақсы атқар дейді. Бірақ қана іс жасауды біл, бірақ сен сол ісіңнің өзін керемет етіп атқаратын адам бол дейді. Яғни бұл адамдарға қатысты айтылған нәрсе. Енді қараңдар, мәтінге ат қой дейді. Мәтінге ат қоятын болсақ, мен мысалы мақтаншақ қаз деп қоятын едім. Сендер өздеріңнің варианттарыңды айтыңдар. Сендер мысалы қандай деп қоятын едіңдер? Енді мәтін мазмұнына қарама-қарсы пікір айтып көр. Мысалы біз жаңа мәтіннің мазмұны қаздың мақтаншақтығы, жаңағы бұл жерде әтеш ойды түйіндеп тұр ғой. Бір көп іспен көп істі білем, ананды білем, мынанды білем деп мақтанғанша, бір ғана істі әдемі, керемет етіп атқаруды үйрен деп әтеш айтып тұр ғой жаңа қазға. Бұл негізгі ой осы болып тұр. Енді осыған қарама-қарсы пікір айтып үйрену керек. Мысалы біреудің пікіріне қарама-қарсы пікір айту дегеніміз, мысалы мен айтар едім, қарама-қарсы пікір айтатын болсам: жоқ әтеш, сенікі дұрыс емес. Мысалы бір ғана істі адам жан-жақты болу керек. Мысалы бір ғана істі біліп, басқа нәрсені білмеу дұрыс емес. Мысалы сен атқа да шаба білуің керек. Сен мысалы үшін футболда ойнай білуің керек. Мысалы ол балаларға айтылатын нәрсе болса, мысалы сен өлеңге айта білуің керек, не болмаса бір ұлттық аспапта ойнай білуің керек деген сияқты. Яғни адам жан-жақты болу керек. Сонда мысалы адамның рухани бай болады, музыкадан да хабары бар, спорттан да хабары бар, басқа нәрседен де, қолөнерден де хабары бар болса, ол адам өмірі қызықты болады деп ойлаймын. Міне қарама-қарсы пікір деген сол. Жаңа әтеш айтып тұр ғой: жоқ, ондай әрбір нәрсенің ұшынан бір ұстап, ананы да білем, мынаны да білем деп барлығына жармаса беру дұрыс емес. Бір ғана істі дұрыстап атқару керек деп айтып жатыр. Мысалы дәрігерді алайық. Бір дәрігер, ол дәрігер міндетті түрде өз жұмысын жақсы, өте керемет атқару керек. Бірақ сонымен қатар ол сол жұмыспен ғана өмір сүрмеу керек қой. Ол дәрігердің қызығушылығы бар шығар. Мүмкін ол дәрігер іштей өлең айтқанды жақсы көретін шығар. Әрине ол барып өлең айтуына болады, бос уақытында, жұмысынан бос уақытында. Мүмкін ол дәрігер жүзгенді жақсы көретін шығар. Ол жүзуіне болады. Яғни көрдіңдер ме балалар? Екі пікірдің екеуі де жақсы. Бір ғана істі әдемі атқарғанда жақсы, ал жан-жақты болғанда жақсы. Сендер қайсысын қалайсыңдар? Сендердің ойларыңды білгім келеді. Комментарийға ойларыңды жаза кеттіңдер. Жақсы, ары қаратай кеттік. 42 жаттығу. Қатесін тап және түзеп жаз дейді. Тоты әдемі құс. Ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Енді қараңдар, ол жерде қателік бар. Енді тоты құс туралы жазылған. Енді қараңдар, тоты әдемі құс. Бұл жерде қате жоқ. Тоты әдемі құс, әдемі дұрыс жазылған. Енді ол Африка. Африка ма балалар? Африка ма? Естілгенде п естілуі мүмкін, бірақ жазылғанда қай әріп жазылады? Ф әрпі жазылады. Африка. Австралия
дұрыс. Енді естіген кезде біз солай жазамыз, естиміз, Австралия деп естиміз. Ал жазылған кезде Австралия дыбысы жазылады, соңында. Ормандарында тіршілік етеді. Міне, басқа жерінде қате жоқ. Енді екінші тапсырмасы етістіктерді тап дейді. Бұл жерде етістік бар, бұл тіршілік етеді, күрделі етістік, не істейді? Тіршілік етеді. Сол жерде тіршілік қылады, тіршілік жасайды дейді, Жақсы, ары қаратай. 43-ші жаттығу, балалар. Енді бұл жерде пирамида берілген екен. Пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тапқан етістікті тор көзге орналастыр. Енді қараңдар, мына жерде пирамидада көп дыбыстар, әріптер берілген. Енді осы жерден 7 әріптен тұратын етістік табуымыз керек. Мысалы, мен оны былай таптым. Сайрады деп таптым. Міне қараңдар, сайрады. Міне етістік табылды. Сол сайрады деген етістікті таптым. Енді оны тор көздерге орналастырып көрдім. Дұрыс қой? Дұрыс, Бұлбұл сайрады. Ол мына жерде суреті тұр, бұлбұл құстың. Содан ақ білуге болады, бірден тауып қоюға болады екен. Міне, бұл жаттығу өте оңай, осылай орындалады, балалар. Өте оңай бұл жаттығу. Ары қарай. 44-ші жаттығу. Сұрақтарды басшылыққа алып, құстарды қалай қорғау қажеттігі туралы нұсқаулық жаз. Кешегі видеоларды байқасаңдар, балалар, мен сендерге нұсқаулық жазу туралы әңгімелеген болатынмын. Нұсқаулықты біз ереже түрінде жазсақ болады, бір әңгіме түрінде жазсақ болады, әртүрлі түрде жазуға болады. Нұсқаулық дегеніміз бір нәрсені пайдалану, мысалы құстарды қалай қорғау керек, жәндіктерге қандай бақылау жасау керек деген сияқты, сондай бір әртүрлі кез келген тақырыпта нұсқаулық жазуға болады. Енді қараңдар, кім нені қорғауы тиіс, неден қорғауы тиіс, оларға қандай жағдай жасау керек деген 3 сұраққа жауап беру арқылы қазір біз әңгіме түрінде нұсқаулық жасаймыз. Ол қараңдар, міне, адамдар құстарды қорғауы тиіс. Құстарды ең алдымен адамдар немесе адамдардың қолымен жасалатын түрлі әрекеттерден қорғау қажет. Қызыл кітапқа енген құстарды арнайы қорықтарда көбеюіне ықпал етіп қорғауға алу керек. Ал ауламыздағы құстарды өлтірмей, таспен атып жараламай, үнемі қорғап, қыс кезінде тамақтандырып тұрғанымыз дұрыс. Орманға, табиғат аясына серуен кезінде құстардың ұясын бұзбай, жұмыртқасы мен балапандарына тиіспей қамқорлық таныту керек. Міне, жай ғана әңгіме түрінде жазылған, бірақ әрбір сөзі, әрбір сөйлемін мұқият оқысаңдар, әрбір сөйлемі нұсқаулық. Балалар, міне, нұсқаулық деген осы. Жақсы, кеттік. Келесі жаттығу, 45-ші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құра. Енді қараңдар, сурет бойынша әңгіме құрау деген көп балаларға қиындық тудыруы мүмкін, Кез келген суретке қараған кезде неден бастау керек? Бұл қай мезгіл? Бұл қандай жер? Міне, бұл әңгімені құрайтын кезде көбінесе егер ол табиғат суреті болса, табиғатқа мән беріңдер. Қай мезгіл, қандай жер, таулы жер ма, шөл дала ма, әлде бір көл ма, көлдің жағасы ма, қандай жер, соған назар аударыңдар. Содан бастап әкеліңдер әңгімені, солай табиғат сипаттаңдар. Мысалы, кез келген ақын жазушылардың әңгімесін оқысаңдар, олар көбінесе бірінші алыстан әкеледі, табиғатты сипаттайды, ауа райын сипаттайды деген сияқты. Міне, көрдіңдер ме? Міне, әңгіме құрағанда әңгімелерің қанық, мағыналы, қызықты болу үшін осылай әдемі сөздерді қолдану керек. Міне, балалар, мысалы, мен мынандай әңгіме құрадым. Менің әңгімемді тыңдап көріңдер. Аңдардың көктемгі тіршілігі деп алдым. Мысалы, кез келген әңгіменің оның тақырыбы болу керек, ол не туралы екен. Көктем ұйқыға кеткен жануарлардың оянатын кезеңі. Көктемде күн көзі ауаны жылыта бастайды. Күн жоғары көтерілген сайын жылылық молая түседі. Осы жылынудан топырақ жібіп, қар еріп, жылғалардан су ағады. Ауаның жылынуы, топырақтың жібуі жануарларға әсерін тигізеді. Сәуірдің ортасында аюлар кішкене қонжықтарын ертіп апаннан шығады. Бұл кезде өте жүдеп, ашығып қалған аюға кез келген тамақ керек болады. Өткен жылдан қалған жемістерді, жаңа оянған құмырсқаларды, топырақ арасынан кейбір өсімдіктердің жуашығы мен тамырларын қазып жейді. Көктем мезгілінде борсық та ұйқысынан оянады. Олар көбінесе шөпті және оның тамыры мен тұқымын, майда жәндіктерді жеп қоректенеді. Сондай-ақ борсықтар көктемде құстарды, олардың балапандарын да жейді. Көрдіңдер ме? Жалпы табиғатты да айта түстім.
ауа райын да айта түстім, және мына жерде суретте берілген екі жануардың да көктемгі тіршілігін айтып кеттім. Міне осындай әңгіме құрастыруға болады екен. Келесі 46-шы жаттығу балалар, мәтінді қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Енді бұл жерде де қате түзеу, осыны көшіріп жазатын боламыз қазір. Қараңдар, адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл жерде қай жерде қате бар? Ұшуды, ушуды деп, енді у дыбысы естілуі мүмкін айтқан кезде, бірақ жазғанда қай дыбыс жазылады? О дыбысы жазылады, ұшуды. Арғарай, бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Бұл жерде қандай қате бар? Юрий Гагарин деген сөзде. Бұл жалқы есім, балалар, жалқы есім. Жалқы есім дегеніміз адам аттары, су аттары, жер, су, адам аттары, Бұл адамның аты, фамилиясы, аты, тегі, барлығы балалар әрқашанда бас әріптен жазылады екен. Міне Юрий Гагарин. Енді осы жерден етістіктердің астын сыз дейді. Етістіктердің асты қандай етістіктер бар? Армандайтын, дара етістік. Орындалды, дара етістік. Ұшты, дара етістік. Бұл жерде барлығы балалар дара етістік екен. Себебі бірақ сөзден тұр, Жақсы балалар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет балалар. Әрқашан ақылды болуға тырысыңдар, құстарға қамқор болуға тырысыңдар. Мен сендердің сондай болатындарыңа сенемін. Менің каналым сендерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңді қалдырып, достарыңа менің каналым туралы айта жүруді ұмытпаңдар. Бүгінгі видео осымен аяқталды. Видео сендерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар балалар.